Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен капустадан пирожки дайындайтын боламыз. Ал кеттік. Бізге жылы су және қант өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, сұйық май, тұз және ашытқы қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне мен қамырымды илеп қойдым. Енді біз салмасына кірісетін боламыз. Бізге керегі капуста, үкіштен өткізілген сәбіз және бір пияз қажет. Табаға май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Үстіне капустамызды салып, 5-10 минутқа қойып қоямыз қуырылғанша. Үстіне тұз себеміз. Қалауларыңыз бойынша бұрыш, тағы басқа да приправалар сепсеңіздер болады. Мен тек қана тұз ғана септім. Осылай жақсылап араластырып қойып қоямыз. Оған дейін біздің қамырымыз ашып қалыпты. Соны жасауға кірісеміз. Бір қолмен өте ыңғайсыз болып жатыр маған алу. Міне осылай қамырымыз ашып, әдемі болып тұр. Осылай домалақ бөліктерге бөліп алдым. Мына үлкендеулері мен қазір 7 шелпек пісіремін, потом бауырсақтарға. Мынау пирожкиге дайындалған қамыр. Осылай бәрін дөңгелектеп дайындап алдық. Осылай 10-15 минут қуырылып, әдемі болады. Оған дейін біз шелпектерімізді пісіріп аламыз. Екі бетін қызартып. Міне жаңағы бір тестамен бізде қаншама идеальный шелпек те шығып жатыр, бауырсақ та шығып жатыр. Бәріне кете беретін. Пирожкилерімізді осылай томпақ қылып қуырып аламыз, екі бетін қызартып, әдемілеп. Капустамен өте дәмді шығады. Маған қатты ұнайды капустамен. Мен сіздерге дегустация жасап көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ. Супер болып шығады, балаларыңызға жасап беріңіздер. Біз бір жасағанда осылай көп қылып жасаймыз. Міне біздің жұмсақ пирожкилеріміз дайын. Ас болсын. Сіздермен болған салтанат. Келесі кездескенше.